Сәлем сынып. Құттықтаймын. Бүгіннен бастап сабақты латын әліпбиінде өтетін боламыз. Латын әліпбиін дұрыс білмейтін болсаңдар, өздеріңден көріңдер. Түсіндіңдер ме? Кім бар кім жоғын тексеріп жіберейік. Ай-жігерім. Қайда ай-жігерім? Жоқ па бүгін? Иә. Сіз Әйгерім дедіңіз келді ме? Солай де. Бұндай болды ғой. Ойнайын дедіңдер ғой мен, е? Менің бір көзім сенде, Әйгерім. Найби. Қайда Найби? Жоқ па бүгін? Иә. Менің атым Найби. Сен есің дұрыс па, Найби? Найби. Не? Немен соқсайын деп бедің, Найби? Өйткені біз соқсамыз. Мен шын айтам. Шын айтам. Сондықтан атыңды дұрыстап тексер. Қайым шайет. Қайда қайым шайет? Ал сендер енді тағы да бір рет аттарыңды өзгертіп менің қазақ қылатын болсаңдар, бүкіл сынып менің ашуымды сезетін болады. Сонымен қайым шайет. Кәмшат дедіңіз келді ме? Иттің баласы! Сен атын дұрыстап айтасың қазір. Қайтала. Кәмшат жоқ. Кәмшат жоқ. Кәмшат жоқ. Кәмшат жоқ. Қайым шайет. Молодец, рахмет. Енді Аблаж. Қайда Аблаж? Қайдасың сен? Аблаж ауырып қалған, өліп қалған, немесе сақау болды ғой. Мұнда сен неге маған бірден жауап бермедің? Мен сен атын төрт рет қайталадым, Аблаж деп. Сен неге маған бірден жауап бермедің, Аблаж? Себебі мен атым Аблай деп оқылады. Иттің баласы! Сен мені ашуыма тиіп біттің, Аблаж. Қазір ғана орнынан тұрда лай-жылай директорге барып не істегеніңді айт. Кімге? Лай-жылай директор. Лайла апай ма? Жоғал көзіме көрінбей, тәрбиесіз неме. Сендер де тәрбиесізсіңдер. Тәртіпсіз. Данижар. Мұнда... Ай, рахмет.